Walt Disney компаниясы шығарған және 2003 жылы 1 қарашада шыққан 44-ші классикалық анимациялық фильм «Братец-медвежонок». Walt Disney Features Animation компаниясының Флорида бөлімшесі шығарған 3-ші және соңғы мультфильм. Студия 2004 жылы наурызда жабылған. Бұл сонымен қатар дәстүрлі екі өлшемді техникада түсірілген Диснейдің соңғы алдындағы классикалық мультфильм. 2004 жылы студия дәстүрлі анимациядан уақытша бас тартты, 3D анимациясының пайдасына. Мультфильмнің негізгі мотивтері адамды жануарға айналдыру арқылы айыбын өтеу, жасалған күнәні түсіну және жылы сезімдерді білу. Братец-медвежонок аюға айналып адам болған батырдың хикаясы. Деректер, кейіпкерлердің есімдері шын мәнінде Аляска мен Канададағы әртүрлі жерлер мен жерлердің атаулары болып табылады. Мысалы, Ситка мен Кинай Аляска қалаларының атаулары, ал Танана Юкон өзінің бір саласы. Рут пен Тук кейіпкерлері әртүрлі уақытта Pixar компаниясының Немоны табу трейлерінде, сондай-ақ кинотеатрда ұялы телефондарды өшіру туралы ескерту бейнесінде пайда болды. Кинайдың «Мне не интересно слушать, как вы с Бинки нашли самую большую на свете шишку» деген сөзі сценарийде жоқ еді. Мне не интересно слушать про то, как вы с Бинки нашли самую большую шишку на свете. Хоакин Феникс дауыс беру кезінде қателесіп, коданы жауабы импровизацияланған. Нет, его зовут Баки, а не Бинки. И не шишку, а орех. И он был такой огромный, больше твоей тупой башки. Кода. Мать смылась от тебя, Кода. Түп нұсқа сценарий бойынша Кинайдың серігі топ аюына ұқсайтын үлкен ересек аю Грис болуы керек еді. Алайда бұл сюжет көрерменге қажетті эмоционалды хабарды жеткізе алмады. Нәтижесінде Гризді аюдың баласы Кода алмастырды. Кода, привет! Хороший твой. Сюжеттің қысқа нұсқасы. Баяғыда мамонттар жер шарын шарлап, мәңгілік мұз оңтүстік теңіздерге жеткенде, Кинай деген аңшы өмір сүріпті. Ол ері жүрек айлакер болғанымен, бір күні мойнына тотемін тағып жүрген өз үшін қасиетті жануар аюды өлтіріп, ол рухтардың ашуын келтіреді. Сонда ата-баба аруағы жаза ретінде Кинайды аюға айналдырады. Енді ол адам сияқты сөйлей алмайды. Ағасы оны аңдып жүр. Батырды жалғыз қалдырғысы келмейтін бұзық аю баласы Кода қасынан кетпейді. Бірақ рухтар Кинай мен Коданы бекер қоспаған. Аюдың баласынан туысқан рухты көріп, аңшы қайтадан адам болуы мүмкін. Бұл керемет, өте қызықты және драмалық мультфильм. Осы мультфильмді көруге кеңес беремін. Могу тебе освободиться. О, не-не-не-не, ай! Не шевелись! Нет, только, ай! Постой! Ну-ка, ой, ты прекрати! Так, стоп. Извините! Чего надо? Что это? Кто это? Одну минутку. Эй, заткнись! Это ты, заткнись! Да заткнись ты! Заткнись, наконец! Нет! Все, заткнись! Похоже, им рога в голову ударили. Нет. Тощий? Нет. Эй, мне надо Тощий? попасть на Нет. гору. Пошли, Шкет. Но я сказал тебе уже, меня зовут Кода. Повтори-ка. Кода. Мать смылась от тебя, Кода. Привет. Ну и как оно? Класс. Класс. Ну, у нас на сегодня масса дел. Что, приступим? Да, только чуть погоди. Жду. Разомни мне спину. Давай. Ну, готов? Почти. Ну, Только сделаю собаку мордой вверх. скорее. Все, готов. И начали.